Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Сонымен біздер дүниежүзі тарихы бойынша ұлттық тестілеу орталығы бекіткен 100 датаны одан әрмен қарай жалғастырамыз. Сонымен 16-шы дата бізде 1302 жыл Францияда бас штаттардың шақырылуы. Бұл бас штаттарды шақырған Францияның королі, сонымен бұл 4-ші көркем Филипп. 4-ші көркем Филипп сонымен Капетинг әулетінен шыққан бас штаттарды не үшін шақырды дейтін болатын болсақ, бұл Рим папасына қарсы күресте қолдау табу үшін өзінің сонымен қасындағы дворяндардан, қала өкілдерінен, ауқатты қала тұрғындарынан және діни топтардан, діни өкілдерден құралған үлкен сондай бас штаттарды шақыруы еді. Бұл 1302 жыл. Сонымен енді келесі біздерде ары қарай 17-ші дата, ол 1337-1453 жылдар Англия мен Францияның арасындағы 100 жылдық соғыс. Тарихта өте үлкен із қалдырған соғыстардың бірі. Ол 100 жылдық соғысқа себеп болған да сол 4-ші көркем Филиппке тікелей байланысты. 4-ші көркем Филипптің соңында ұрпақ қалмай, қысқасы 4-ші көркем Филипптің Изабелла деген қызына үйленген Англияның королі 3-ші Эдуард Плантагенет сөйтіп, енді еркек кіндіктен ешкім қалмайтын болса, таққа мен отырамын деп сөйтіп Англияның осы Францияның ішкі ісіне араласып үлкен 1337 жыл сонымен 100 жылдық соғыс басталып кетті. Бұл енді араларына үзілістер салып 116 жылға созылған. Бірақ тарихта 100 жылдық соғыс деп аталады. Келесі 18-ші дата, ол 1368 жылғыша 1644 жылдар Қытайда Мин әулетінің билік етуі. Ең атақты әулеттердің бірі. Бұл деген Қытайда жалпы Мин әулеті тұсында Қытай деген теңіз державасы болған, әлемдегі ең мықты мемлекеттердің бірі болғандығы, өнер, ғылым, білім, бүкіл саланың барлығы өте жақсы, жоғары деңгейде дамығандығы айтылады. Бұл әулет негізінен мына датаға назар аударатын болсақ, 1368 жыл билікке келгендігін көреміз. Сонымен 1368 жыл көтеріліс кезінде Шу Юаньжан деген кісі сонымен қызыл орамалдар көтерілісін басқарып, бүкіл моңғолдардың барлығын Қытайдан қуып шығып, жаңа бір әулеттің негізін қалайды осылайша. Сонымен ол 1644 жылға дейін, яғни маньчжурлар, Қытайдың солтүстігіндегі маньчжур халықтары Қытайды жаулап алғанша басқарды. 19-ші дата, ол 1382 жылы Алтын Орданың ханы Тоқтамыстың Мәскеу қаласын басып алып, өртеп жібергендігі келген екен. Бұл 1361-ден бастап, неге дейтін болсаңыз, мына Мәскеудің князі болып есептелетін Дмитрий Иванович, кейін 1380-ден кейін Донской деп аталған, салық төлеуді тоқтатқан ғой. Алтын Орданың ішіндегі дүрбелеңді пайдаланып, яғни Алтын Орданың ішінде 1359 мен 79-ның аралығында хандардың ауысуына байланысты бұл осы кезеңді пайдаланып Алтын Ордаға салық төлеуді тоқтатқан ғой. Сол тарихи әділеттілікті Тоқтамыстың тұрғысынан қарағанда қалпына келтіру мақсатында Тоқтамыс Мәскеу қаласын толық жаулап алып, оны өртеп жіберген деп келетін еді. Келесі 20-шы дата 1445 жыл Европада, нақтырақ айтсақ Германияда Майнц деген қала деп беретін еді. Кейін оны өмір кітабында айтамыз. Алғашқы кітаптың басылып шығуы. Бұл енді сонымен кітапты басып шыққан алғашқы бұл Иоганн Гутенберг деген неміс өнертапқышы айтылады. Яғни трафарет күйінде басып шыққандығы айтылады. Келесі 21-ші дата бұл 1453 жыл 29 мамыр деп келеді. Түріктердің Константинополь қаласын ақыры алуы. Яғни Византияға шабуыл жасай жүріп, сонымен кейбір деректерде 200 мың әскермен басып кірді деп айтады. Сонымен екінші Мехмет немесе Фатих Сұлтан қысқасы Константинополь қаласын жаулап алды. Бұның атын Истанбул, кейбір деректерде Исламбул, кейбір деректерде Стамбул, қалай болғанда да әйтеуір қаланың атын ауыстырды. Сонымен 22-ші дата 1485-1603 жылдар Англияда Тюдорлар әулетінің басқарған жылдары. Тюдорлар әулетінен шыққан бізде корольдердің саны 4-еу. 7-ші Генрих әулеттің негізін қалаған, ағылшындар мен қызыл рошындар соғысына нүкте қоятын. 8-ші Генрих. Сосын 8-ші Генрихтің екі қызы Мария Тюдор, үлкені, сосын кішісі Елизавета Тюдор. Енді екі ортада мына 8-ші Генрихтің ұлы болған Эдуард деген, ол өте сонымен аз уақыт қана билік басқарады, яғни билік құрады. Сонымен оны бізде олай базада бермейді. Сондықтан осылай жазып қойдық. Келесі 23-ші дата бұл бізде 1492 жыл Кристофер Колумбтың Американы ашқан уақыты. Бұл енді Үндістанды аштым деп ойлады өзі, шындығында жергілікті халықтарды сонымен қателесіп Үндістер деп атап кеткен. Үндістанға немесе тесттарда сөзбе-сөз былай деп келіп жүр. Үндістанды немесе жаңа Үндістанға баратын теңіз жолын алғаш ашуға немесе Үндістанды теңіз жолымен ашуға алғаш әрекет жасаған адам деп
бізде тесттарда осылай келіп жүр. Келесі 24-ші дата бұл 1517 жыл. Католик шіркеуіне қарсы күрескен Мартин Лютердің сонымен 95 тезисі, яғни жарияланып, өзі және индульгенцияға қарсы шығатын еді. Мартин Лютердің өзі бұл католик дінінің бүкіл кемшіліктерін ол ішінен білетін адам болған, өзі бұл университеттің профессоры болған адам, теолог болған адам деп түсіндіреді. Сондықтан ол кісі Құдайға қарсы шық деген сөз емес мына жерде. Бұл католик шіркеуінің кемшіліктерін жіпке тізіп берген ғой. 95 сонымен тезис деп аталады. Бұл енді Еуропаның тарихында өте үлкен орын алады. Осыдан бастап бізде үлкен 16 ғасырдан бастап, яғни 1517-тен бастап протестантизм деген ағым пайда бола бастаған. Протест деген сөзден шығады, яғни қарсы шығу. 25-ші дата 1519-1522 жылдар. Испан саяхатшысы сонымен Фернан Магеллан тұңғыш дүние жүзін айналып шығу саяхатына шығады. 5 кемемен шығады бұлар деген. Сөйтіп, оңтүстік Американы айналып, Филиппин аралдарынан бір шығады. Сөйтіп, Филиппин аралдарының тұрғындарымен болған қақтығыста Фернан Магелланды өлтіріп тастайды жергілікті халық. Сөйтіп, оның саяхатын оның досы Хуан Элькано, кейбір деректерде Хуан дель Кано аяқтайды. Енді осыған қатысты бізде сұрақтар да келіп жүр. Фернан Магелланның саяхаты сонымен бізде жердің шар тәрізді екендігін, мұхиттың бір тұтастығын және дүниенің көп бөлігін су басып жатқандығын дәлелдеп береді. 26-шы дата бізде 1555 жыл. Тарихтағы ең бір толерантты құжаттардың бірі деп айтса болады. Дінге қатысты реформация нәтижесінде Германияда князьдер мен императордың арасында Аусбург деген бітім жасалады. Бұл Аусбургтік дін ұстану емес, оқушылар, бұл 1530 жылы айтып тұрған жоқ. Бұл 1555 жыл, яғни Аусбургтік бітім. Енді сонымен князьдер мен императордың арасында осындай келісім жасалғандығын көреміз. Келесі 27-ші дата 16 ғасырдың аяғы, нақтырақ айтсақ 1586 жыл. Жаңа заманның кітабында беріледі бізде. Францияда бурбондар әулетінің билікке келуі. Бұл енді бурбон әулетінен шыққан атақты бізде базада беретін корольдер олар бізде. 14-ші Людовик, сонымен Францияда абсолютизмді айтқан, одан кейін 15-ші Людовик, одан кейінгі сонымен Франциядағы революция кезінде кейін бас шабылатын 16-ші Людовик. Келесі 28-ші дата бұл бізде 1600 жыл ағылшындық Ост-Инді компаниясының құрылған уақыты. Немесе бұны мемлекет ішіндегі мемлекет деп береді, немесе әлемдегі ең бірінші трансұлттық корпорациялардың бірі дейді бұл. Бұл енді ағылшын патшайымы бірінші Елизаветтің өзінің қолымен, яғни құрылған компаниялардың бірі. Осыған дейін енді Фрэнсис Дрейкті бұл атақты енді теңіз саяхатшысы ретінде соның ықпалы болды деп түсіндіреді кейде. Келесі 29-ші дата 17-ші ғасырдың басы, 19-ші ғасырдың екінші жартысында Жапонияны басқарған әулет бұл Токугава әулетінен шыққан сёгундардың билік еткен жылы. Нақтырақ айтатын болсақ, сонымен Жапонияны біріктіруді аяқтаған жылы Токугава Иейясудың 1603 жыл сызықша, сонымен 1867-69 жылдардағы революцияға дейін деп береді. Енді біздер 1603-ке 265-ті қосатын болсақ, Токугава әулеті Жапонияны 265 жыл басқарған, бізде 1868 жыл шығады. Кешірім. Так, осыншы енді соңғы даты бізде 1607 жыл солтүстік Америкадағы ағылшындардың алғашқы тұрақты қонысы отары деп береді, немесе Джеймстаунның, немесе Вирджиния, немесе Виргиния негізі қаланған уақыт. Джеймс деген бұл өзен деп айтады кейбір деректерде. Сөйтіп алғашқы Вирджинияның негізі қаланып, оған ағылшынның территориясынан алғашқы өз еріктерімен қоныстанғысы келген адамдарды кемелерге тиеп апарып, сөйтіп алғаш солтүстік Американы отарлай бастайды. Сөйтіп 1619 жылы осы жерлерге тұңғыш Африканың территориясынан Анголадан деп береді кейбір деректерде. Алғашқы қара нәсілді құлдарды әкеліп сатып, плантацияларда олардың еңбегін аяусыз пайдалана бастаған. Сонымен қысқаша осындай. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.